Мамыр және маусым айлары құлпынайдың пісетін уақыты. Оның қаншалықты дәмді екенін өзіңіз білесіз. Ал басқа артықшылықтар туралы естіп пе едіңіз? Соларға тоқталып өтейік. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Достар, біздің арнаны 72% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмаша ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Құлпынай есте сақтау қабілетін жақсартады. Жақында жүргізілген зерттеулерге сәйкес, құлпынай мидың қартаю процесін баяулатады, оның функционалдық өмірін ұзартады. Бұл бізге қартайғанда мүмкіндігімізше ұзақ уақыт бойы есімізді жоғалтпауға мүмкіндік береді. Бір қызығы, құлпынайды күнде жеу қысқа мерзімді есте сақтау қабілетін жақсартатынын дәлелдейтін зерттеу де бар. Яғни есте сақтау қабілетінің нашарлауы, яғни Альцгеймер ауруының басталуына тосқауыл болады. Құлпынай көздің көру қабілетін жақсартады. Піскен қызыл құлпынай есте сақтау қабілетіне ғана емес, көру қабілетіне де өте пайдалы. Көптеген зерттеулер құлпынайды күнделікті тұтыну тордың макулярлы дегенерациясының, катарактаның, көздің құрғауының, прогрессивті соқырлықтың және жас қосылған сайын тіндердің өзгеруіне байланысты басқа да проблемалардың дамуына жол бермейтінін растайды. Жидектердің бірегей биохимиялық құрамы көру қабілетінің бұзылуына әкелетін көптеген аурулардың алдын алады. Сонымен қатар бас ауруларды прогрессивті емдеуге ықпал етеді. Құлпынай антиоксиданттарға өте бай жеміс. Алдымен осы антиоксиданттардың не екенін еске түсірейік. Антиоксиданттар немесе консерванттар белсенді оттегінің дене жасушаларына зиянды әсерін болдырмайтын заттар. Антиоксиданттар денені ерте қартаюдан және ауыр аурулардан қорғайды. Ғалымдар құлпынайда фенолды қосылыстардың, биофлавоноидтардың көп мөлшері бар екенін атап өтті. Олар айқын антиоксиданттық қасиетке ие. Құлпынай тұтыну дегеніміз зиянды заттар әсеріне қарсы тұру қабілетін арттыратыны дәлелденген. Құлпынай тұтыну дененің зиянды заттар әсеріне қарсы тұру қабілетін арттыратыны дәлелденген. Дегенмен, бір маңызды нюансты айтып өткен жөн. Барлық құлпынай бірдей пайдалы емес. Жидек түсі неғұрлым қою болса, соғұрлым пайдалы болады. Құлпынай елақ қышқылына бай жеміс. Елақ қышқылы жасушалық циклді реттегіш, көбінесе жеміс, жаңғақ және жидек сығындыларына кездеседі. Зат рак клеткаларында мутациясын тоқтату қабілетінің арқасында танымал болды. Құрамындағы елақ қышқылының саны бойынша құлпынай 3-ші орында тұр. Ол ісік процестерін басу мүмкіндігінен басқа қабынуға қарсы әсерге ие. Ағзаға пайдалы процестерге оң әсер береді. Сонымен қатар иммундық жүйені нығайтады. Оның сыртқы әсерден қорғай түседі. Құлпынай С витаминінің көзі. С витаминінің немесе аскорбин қышқылының негізгі көздері лимон, апельсин және сарымсақ. Сонымен қатар құлпынайда да бұл дәруменнің көзі саналады. Бір уыс құлпынайда бір апельсин құрамынан көбірек С дәрумені кездеседі. Рас, мұндай қасиет жылыжайда емес, ашық күн астында өсірілген құлпынайда ғана болатынын есте ұстаған жөн. Бір қызығы, мұздатылған құлпынай бұл витаминді жаңа піскен құлпынай сияқты сақтай алады. Бірақ сіз жемдер мен консервілерге үміттене алмайсыз. Жоғарғы температура витаминді жояды және тәтті қоспада пайдалы заттар қалмайды. Құлпынай қатерлі ісіктің алдын алады. Бүгінгі күні қатерлі ісік және оның алдын алу әдістерін зерттеу үшін жыл сайын жүздеген зерттеулер жүргізіледі. Олардың кейбіреулері белгілі бір тағамдарды үнемі тұтыну қатерлі ісік ауруының даму мүмкіндігін азайтуға көмектесетіні көрсетеді. Бұл тізімге құлпынайды да тіркегені мәлім. С витаминінің, елақ қышқылының, антоцианның, кемферолдың және басқа да пайдалы заттардың жоғарғы концентрациясына байланысты бұл жүйде қатерлі ісіктің кейбір түрлерінің дамуына жол бермейді. Құлпынайдың бұл қасиетін растайтын соңғы зерттеулердің ішінде Огайо университетінің онкологиялық зерттеулер орталығының жұмысы бар. Құлпынай қандағы қант деңгейін қалыпқа келтіреді.
Құлпынай қант диабетімен ауыратындарға жеуге болатын тәтті жидектердің бірі. Фитонутриттің жоғарғы деңгейі арқасында қандағы қант деңгейінің күрт артуына ықпал етпейді, сонымен қатар қанттың сіңуін баяулатады. Осыған байланысты ол қант диабетінің даму қаупі жоғары адамдарға ұсынылады. Бұл жидек диабеттің алдын алудың тамаша құралы болып табылады. Құлпынай жүрекке пайдалы. Бұл қызыл жидектер көптеген жүрек қан тамыр ауруларының пайда болу және даму қаупін төмендете түседі. Жоғарыда айтқанымыздай, құлпынай әртүрлі дәрумендерге және антиоксиданттарға бай, бірақ бұл жағдайда магний мен калий шөгінділерінің піскен жидектерде болуы әлдеқайда маңызды. Қан қысымын қалыпқа келтіруде, сондай-ақ сұйықтықтың тоқырауының алдын алады және маңызды рөл атқарады. Құлпынай аллергиясы бар адамдарға да пайдалы. Бір қызығы, бұл жидек бір қарағанда әртүрлі аллергия түрлерінен зардап шегетін адамдарға ұсынылады. Құлпынай аллергиямен байланысты қабынуды және белгілі бір биохимиялық реакцияларды тежейді. Сонымен қатар құлпынай болашақ аналарға да пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, егер әйел жүктілік кезінде құлпынай тұтынса, балада құлпынайға аллергияның даму қаупі аз болады. Бұл жидек диабеттің алдын алудың тамаша құралы болып табылады. Құлпынай жүрекке пайдалы. Бұл қызыл жидектер көптеген жүрек қан тамыр ауруларының пайда болу және даму қаупін төмендете түседі. Жоғарыда айтқанымыздай, құлпынай әртүрлі дәрумендерге және антиоксиданттарға бай, бірақ бұл жағдайда магний мен калий шөгінділерінің піскен жидектерде болуы әлдеқайда маңызды. Қан қысымын қалыпқа келтіруде, сондай-ақ сұйықтықтың тоқырауының алдын алады және маңызды рөл атқарады. Құлпынай аллергиясы бар адамдарға да пайдалы. Бір қызығы, бұл жидек бір қарағанда әртүрлі аллергия түрлерінен зардап шегетін адамдарға ұсынылады. Құлпынай аллергиямен байланысты қабынуды және белгілі бір биохимиялық реакцияларды тежейді. Сонымен қатар құлпынай болашақ аналарға да пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, егер әйел жүктілік кезінде құлпынай тұтынса, балада құлпынайға аллергияның даму қаупі аз болады. Бүгінгі таңда бүкіл әлем бойынша жүрек қан тамыр ауруларынан қайтыс болып жатқан адамдар саны күн сайын көбейіп келеді. Құлпынай құрамында холестерин деңгейін төмендететін илаговалық қышқыл бар. Сонымен қатар құлпынайдағы С дәрумені қан тамырларын қалыпты деңгейде ұстайды. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлесіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.